Вот это самая 212 статья Российского уголовного кодекса, по которой сидит Эльдар Дадин. Это означает, что если гражданин Российской Федерации 3 раза нарушил, получил административное взыскание за проведение публичных мероприятий, то есть митингов, демонстраций, пикетов, его в 3-й раз присуждают к реальному тюремному заключению. Вот мы против этой статьи и протестуем. Мақсаты Бекғали 15 жылда шынды қанун қабыл еттілер. Үш тапқыр сені штраф бексәлер, үшіншісінде енді штраф болмай, ол әйләне түрмәге әйләне. Түрмәге отыртылар, 3 тапқыр бекет қашыққан үшін. Бұл Конституцияға туғы келмей, чүнки бір закон бұзу үшін 2 тапқыр кішіне жазалай қайырамай. Бұл шырақтар шылай келіп шығар. Чүнки ол бір тапқыр бетіндегі бергенлер кішіге, Эльдар Дадинға, 2-ші тапқыр бергенлер аңа бергенлер штраф. Қазір шуның үшінде қазір түрмеге отырдылар. Бұл Конституцияға қарсы келер, һәм шулық жинаят кодексіне қарсы келер. Әмма ләкин Газдумының ақылсыз һәм надан депутатлары бұл ничектер бұл қанунды қабыл еткендер.